Болашағы жарқын Маңғыстау жастары осындай атаумен жастар форумы өтті. Жастарға берер көп кездесудегі көрерменнің негізгі бөлігін колледж студенттері құрады. Себебі ел ертеңі болатынында осы жеткіншектер. Ақтау қаласының әкімі Нұрдәулет Қилыбай бастап келген спикерлер құрамы бүгінге дейін жеткен жетістіктерін айтып, белгілі бір дәрежеге жету жолында ешқандай қиындыққа мойымау керектігін де атап өтті. Қазір Маңғыстауда кадровый дефицит, мысалы, мен сіздерге айтайын, үлкен деңгейдегі жиналыстарға біздер аудармашыларды басқа қаладан алдырамыз. Бізде 700 мың, 800 мың халық тұрады осында, бірақ басқа қаладан алдырамыз. Неге? Себебі сондай деңгейдегі аудармашы, элементарный аудармашы жоқ. Мысалы, Ақтауда көптеген ресторандар бар, соның администраторлары басқа қаладан келген азаматтар. Ішінде даже ішінде караокені реттейтін жігіттерді басқа қаладан Украинадан келіп жасап отыр. Мен бастықтарынан сұраймын, әкім болғасын танымыз ғой бастықтар, сен ауылда жоқ па мынандай маман деп. Жоқ, аспазшы табу қиын дейді, мысалы, шеф-повар. Оны сырттан алып келеміз. Администратор табу қиын, ресторатор табу қиын дейді. Мен басқа бизнес айтып отқан жоқпын, тек қана ресторанный бизнес айтып отырмын. А неге біздің ауыл жігіттері шықпайды, мен соны таңғаламын. Сондықтан да жұмыс жасасаңдар, жұмыс әрқашанда бар. Біздерде бір нәрсе тағы да айтып кетейін. Аш болса да шындық, бізде жұмыссыздық емес проблема, бізде жалқаулық проблема. Бүгінде жастар арасында және әлеуметтік желіде танымал Айдар Каримбаев та спикерлер құрамында. Қазіргі таңда вайндардан бөлек бірнеше сериалдарда өнер көрсеткен блогер жетістікке жетем деген адамға еш нәрсе кедергі еместігін айтады. Тек мамандықпен дұрыс жолды таңдай білу керек деді. Я хотел заниматься творчеством, өзім арманым болды сондай. Я не предал мечту дейді ғой. Кетіп қалған жоқ, мұнайшы боламын деп. Жоқ. Қиын жолдарда болды. Ол кезде ақша да жоқ болған жоқ. Түсінбейді сен адамдар, сен неге творчествомен жүрсің ол жерде. Финансы көп жер емес қой деп. Жоқ дедім мен, бір күні болам деп осындай. Бір күні түсет деп. И, в общем, может достичь своей цели и без нефтяной отрасли. Творчество Маңғыстау тоже хорошо, творческим человеком быть. Форумда Жаңаөзен қаласына қатысты мәдени және спорттық шараларда сөз болды. Спикерлер тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған марафонды осы мұнайлы шаһарда өткіземіз деп ұйғарды. Кездесуге жиналған жастар өз кезегінде спикерлерге сауалдарын қойып жауапты алды. Аталған форум енді өлкедегі басқа да елді мекендерде жалғасын табатын болады. Еркін Қарасайұлы, Қаршыға Байтөре, Ақтау Ньюс.